Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa ala. Құрметті бауырлар, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Алланың елшісі саллаллаху алейхи ва саллям бір сөзінде ақилу асарати зауил айат деп айтады. Дін басшылар, дін ғалымдар, дінге қызмет еткен үлкен адамдарды сынамаңдар, қателіктерін кешіріңдер. Себебі оларды кешірмегенде, абыройын түсірген кезде үлкен зиян бар. Нәтижесінде адамдар, мұсылмандар тыңдамай, олардың айтқан дағуат, шариғат, уағыздары өтпей, қабыл болмай кетеді. Адамдар қабылдамай кетеді. Яғни көпшілікке, дінге, мұсылмандарға пайда кетіре алмайды. Білген білімдеріне жеткізе алмайды адамдарға. Және біз білу керекпіз, дінімізге жақсылық қаламайтын адамдар, олар арнайы осындайды бір амал жасайды. Көпшілік мұсылман ғалымдардан, ұстаздардан алыс болсын, аралары ұзақ болсын, ғалымдардың абырой болмасын, сөздер өтпесін, мұсылмандар сауатсыз болып жүрсін деп сондай әрекет жасайды. Және бізде түсіндіреді, әрбір ғалым ол бір әдемі, сәнді киімдегі бір тесікті жамайды, бір тесік жоқ болуға себеп. Егер сол ғалымды түсірген кезде дінге қызмет істеп жатқан ұстаз, ғалым үлкен болсын, кішкентай болсын, ол кезде тесік жасау, сол киімде тесік жасағанмен бірдей. Яғни дінге обал жасау, өз дінімізге қиянат істеу. Осылай білімсіздікпен адам осындай қателік жіберу мүмкін. Осы қателіктен аман болайық. Әрбір ұстаздың несі пайдасы бар. Әрбір ұстаз білген үйретеді, дінге қызмет жасайды. Алла Тағала олардың қызметтерін жемісті етсін, сауаптан жазсын. Субханакаллахумма ва бихамдика, ашһаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илейк.